статистика бойынша отбасы мүшелерінің жұптарының бірінде қандай да бір онлайн ойынға құмарлықтың пайда болғанын анықтайтын жұбайлары бірінші кезекте, екінші кезекте балалары, үшінші кезекте достары, жастар болған жағдайда ата-аналары анықтайды екен. Мектеп мұғалімдері, сіздің өзге де қоғамда байланысқа түсетін адамдар оны байқамауы мүмкін. Сіз оны немесе лудоманияға шалдыққан адамдар оны керемет жасыру мүмкін. Отбасы мүшелері лудоманияның бар белгілері болған кезде нені түсіну керек? Ол азамат өзінің барлық уақытынан, отбасымен қарым-қатынасынан, кәсіби мансабынан, қаржылық ресурстарынан айырылатындығы, егер оқушы немесе студент болған жағдайда, оның оқу үлгерімінің күрт төмендеуіне де әкелуі мүмкін. Қазақстандағы лудоманияға ұшыраған студенттерді анықтаудың бірден бір жолы олардың емтиханға келмеу немесе оқу ақысын онлайн казиноға тігу, бәс тігу арқылы, ата-аналарынан бұл жағдайды жасыру арқылы жұмысқа кіру жағдайларын біз жиі айтамыз. Яғни ақылы бөлімде оқиды немесе кез келген жастар өзінің қалтасындағы шығынын оқуына бөлінген қаражатты онлайн бәс тігу арқылы олар осы жағдайды жасыруға, бір қарыздан құтылу үшін екінші қарызға, бір кредитті жабу үшін екінші кредит алуына баратынын білеміз. Яғни бұл рецидив кейстер, немесе бір жүйеден шыға алмай айнала беру кейстері, бұл циклдық адамның мінез құлқын психологтарда, әлеуметтанушыларда лудоманияларға тән қасиет деп атайды. Бірақ та сіздің өмір сапаңыздың төмендеуі ол неге алып келуі мүмкін, және төмендеген өмір сапасын жақсарту мүмкін бе? Егер сіздің әлеуметтік жағдайыңыз жақсарса, ол сіздің өміріңіздің барлық саласына тікелей әсер етеді. Егер сіздің әлеуметтік жағдайыңыз нашарлаған, сіз қарызға белшеңізден батқан жағдайда, сіздің қоғамдағы рөліңіз, есіміңіз, беделіңіз, атағыңыз, еңбек өтіліңіз, өмірлік тәжірибеңіздің барлығына негативті әсер етеді. Ол бойынша біз қазақстандық кейстерді де білеміз. Белгілі адамдар, Қазақстандағы селебрити адамдар, opinion мейкерлерді өзінің өмірлік тәжірибесімен бөліскен болатын. Мен сондай керемет жетістікке жеткен жемісті продюсер едім, әнші едім, спортшы едім. Бірақ та осы ойынға келу арқылы мен барлығын жоғалттым деп басынан өткен оқиғаны бөлісу де Қазақстандағы қоғамның басқа да мүшелеріне мен тұрмақ өте белгілі адамдар да бұл дертке шалдыға алады деген түсінушілікке, пікірге келуге көмектеседі. Себебі лудоманиямен шалдыққан адамдардың барлығын олар қаражаты бар, қаражаты жоқ, ауылдан келген, қаладан келген, жоғары білімі бар, жоғары білімі жоқ, ағылшын тілін білетін, білмейтін, компьютерде жақсы ойнайтын, ойнамайтын, айфоны бар, айфоны жоқ деген сияқты адамдардың санатына бөліп қарастыруға болмайды. Олардың барлығын біріктіретін бірақ дүние онлайн казиноға бәс тігу, бәс тіккеннен кейін сол қарызы болған жағдайда немесе ұтысы болған жағдайда оны келесі кезектегі басқа ойынға қайта тігу. Бұл жүйелі домино эффектінен бұзуға сізге тек қана психолог қана көмектесе алады. Яғни кәсіби көмек қана көмектесе алады. Себебі лудомания ол тек қана әлеуметтік дерт емес, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы, Қазақстанның туризм және спорт министрлігімен және барлық қоғам қайраткерлері алаңдап отырған әлеуметтік мәселе болғандықтан бұл мәселені, бұл дерттің шешімі, емдеу жолдары бар. Сізге кейбіреу лудомания емдеу мүмкін емес. Өткен ғасырдың дерті спид болса, осы ғасырдың дерті лудомания. Өткен ғасырдың дерті туберкулез болса, осы ғасырдың дерті депрессия мен стресс деп атайтын жарнамаларды да көрген боларсыз. Бірақ та ең басты ойынға, құмар ойындарға деген тәуелділікпен күресуге болады. Шешу жолы, шығар жол үнемі бар.